Сонымен құрметті жас дос, сіз тақтада көріп отырғандай, мен сізге үлкен жаңа тақырып бастайын деп отырмын. Ол моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы. Моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы туралы тақырыпты бастаған кезде әрине біз Шыңғысханнан бастаймыз. Шыңғысханның азан шақырылып қойған есімі, құрметті жас дос, көңіліңізді аударыңыз, Темучин. Темучин Моңғолиядағы Кендітау аймағындағы Онон өзенінің жағасындағы Болдон деген жерде Ясугей Баһадүрдің отбасында дүниеге келеді. Шыңғысхан және оның туылуы туралы қазіргі кездегі ғылымға екі дерек бар белгілі. Оның туылған уақытысы бір жазба деректер бойынша 1155 жылы, атағы бір деректер бойынша 1162 жылы туылды деген дерек бар. Ал енді нақты дүние тарихына белгілі нәрсе мынау: Шыңғысхан 1227 жылы қайтыс болды. Шыңғысхан 9 жасқа келген кезде оның әкесі Ясугей Баһадүрді татарлар улап өлтіреді. Ал енді Шыңғысханның тәрбиесі, Шыңғысханның кімнен тәрбие алғандығы туралы сұрақтар келген жағдайда, құрметті жас дос, көңіліңізді аударыңыз. Керей ханы торының сарайында тәрбиеленіп, Керей ханы торы оның тәрбиесіне көп септігін тигізеді. Сонымен Шыңғысхан Моңғол империясының негізін салушы.